Жүрек тыныштығы, балқия балтабай, идеал болуға ұмтылу. Идеал мінсіз болуға ұмтылу өмірді қиындатады. Кемшіліксіз пенде болмайды. Өзіңізді барлық жағынан жақсы етіп көрсетуге тырысу бос әурешілік. Мінсіздік Аллаға ғана тән. Ал жер басып жүрген жанның бәрінде қателік, кемшілік болған, бар және бола да береді. Кей адамдар не істесе де қатесі жасауға талпынып, көп уақыты мен күш-қуатын жоғалтып алады. Сөйтіп жүргенде ойындағысы іске аспаса, айналадан кінәліні іздей бастайды. Менің осылай жүргеніме сен, ол күйеу, бала, ене тағы басқа кінәлісің деп айыптау да сондай қиналыстан туады. Ал сол қиналыстың түпкі себебі өзіңізде екенін түсінуге кейде сана жетпейді. Сосын барлық адам, оның ішінде өзіңіз де кемшіліксіз емессіз. Онда мінсіздікті өзгеден талап етудің реті бар ма? Өзіңіз идеал болмасаңыз, өзгеден оны күтпеңіз. Әлемнің төрт бұрышын шарқ ұрып іздесеңіз де, кемшіліксіз адам таппайсыз. Олай болса, басқаның да шалыс басуына, қателесуіне түсіністікпен қараңыз. Қателесуге жол бермеймін деп ұмтылған адам өзінің өмірін қиындатады. Жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Шалыс басу адам болғаннан кейін әр қателіктен сабақ ала отырып дамимыз. Әрекет болған жерде қателесу де болады. Ал қателесуден қорқып, әрекет етпеген адам ешқандай нәтижеге, жетістікке жетпейтіні айдан анық. Адамның әр қателігі тәжірибе. Неге оны солай жасадым екен деп өзіңізді іштей мүжи бермеңіз. Қателікке жеңіл қарауды үйреніңіз. Сонда ешбір қиындық межелеген мақсатқа жету жолында тоқтата алмайды. Ойға алған ісіңіз жүзеге аспаса, қандай да бір қате шешім мен шалыс қадамдарға барып қойсаңыз, жай ғана қайырлысы осы болар деп, мұндай жағдайды мида оңай қабылдаңыз. Керісінше, әрбір қателіктен кейін одан не түйгеніңізді ойланып, кез келген сәтсіздіктен сабақ алуды әдетке айналдырсаңыз, қателесу қорқынышын еңсеріп, қайта әрбір қателіктен ширыға түсесіз. Өзгеге де қателесуге рұқсат беріңіз. Бұл тұрғыдан білетінім көп бола тұра, мен де қателесемін. Қателесу бәрімізге тән. Ең бастысы, жасаған қателікті мойындап, сол сәтке қайта оралып, қателікті түзе алсаңыз, ол өмірлік сабақ болғаны. Адамнан идеал жасау деген барлық мәселеде, барлық жағдайда қателікке, әлсіздікке жол бермей, мінсіз болуын талап ету деген сөз. Ал ол идеал адамға шалыс басса, үлкен қателікке ұрынса, көңіліңіз су сепкендей басылып, күйзеліске ұшырайсыз. Өйткені күткеніңіз мінсіз болмай шықты. Бұдан шығатын қорытынды: ешкімнен идеал болуды күтпеңіз. Өзіңізді шектемеңіз. Алдау жаман әдет, бірақ ең жаманы өзіңді алдау. Адам кейде мүмкіндіктеріне, ішкі қалауына тыйым салып, өзін шектеп тастайды. Мидың шектеулі болуына көбінесе бала күннен қалыптасқан әдеттер мен ересектердің таңып тастайтын көзқарасы әсер етеді.
Бұл тұста да Алланың құдіреті мен мейірімінде шек жоқ екенін баса айтқым келеді. Мәселен, сіз біреуге қызғана қарап, маған мұндай өмір қайда? Мен мұндай жетістікке ешқашан жете алмаймын деген ойдың жетегінде кетсеңіз, өз мүмкіндігіңізді шектейсіз. Абайдың сөзімен айтқанда, ондай болмақ қайда деп ойласаңыз, мұндай түсінікпен Алланың береріне шек келтіресіз. Алла қаласа, сізге де берем десе, мүмкін емес ештеңе жоқ екенін естен шығармағайсыз. Өзіңізді кінәлап, жаныңызды жегідей жеп, сынай беру жақсылық емес. Егер сізге біреу сатқындық жасаса, демек сіз өз меніңізге сатқындық жасап жүрсіз. Сізді біреу алдап арбаса, демек сіз де өзіңізді көп алдайсыз. Сізді біреу ренжітсе, демек өзіңізді түсінбей, ішкі меніңізді ренішке қалдырып жүрсіз деген сөз. Өйткені өзіңізге деген қарым-қатынасыңызды айналадағылар дәл сол қалпында қайталайды. Не ексең, соны орасың дейді қазақ. Ал мен өзіңізге не істесеңіз, сол басқалардың тарапынан сізге қайтау келетінін айтқым келеді. Адам өмірінде не іздесе, соны табады. Демек, кейде байқамай жанын қинап, өмірін қиындатып жүргенін байқамай қалады. Олай болса, өзіңізді қинамай, жаныңызға игі мақсаттар егіп өмір сүріңіз. Адамның өзін алдауы да содан шығады. Көп адам сырты бүтін, іші түтін болса да, сырт көзге сыр алдырмай, жоғын бар етіп көрсету үшін өтірік күліп, жалған сөйлеуге мәжбүр. Шындығында бұл мәжбүрлік те емес. Адамның өзінің таңдауы, өмірін жеңілдетемін деген оймен өзін алдауы. Көп адам жұртты алдаймын деп өзінің шындығын жоғалтып алып жатады. Ал өзіне шыншыл бола алмаған адам, адасқан адам. Өтіріктің ең ауыры өзіңді алдау. Бұл жөнінде орыстың ойшылы Лев Толстой алдау жаман әдет, бірақ ең жаманы өзіңді алдау деп өте дұрыс айтқан. Әсіресе қазіргі әлеуметтік желіге байланған заманда көбіне біреуге жақсы көріну үшін өзіміздің шын болмысымыздан ажырап, адасып қалып жатырмыз. Әсіресе қазіргі әлеуметтік желіге байланған заманда көбіне біреуге жақсы көріну үшін өзіміздің шын болмысымыздан ажырап, адасып қалып жатырмыз. Басқаны алдап, сендіріп өмір сүре бересіз-ау, бірақ Алла тағала мен өзіңізді алдай алмайсыз ғой. Адамға өзінен артық ешқандай жанашыр жоқ. Ал сол өзіңді алдау, өзіңе жасаған сатқындық, оның соңы жақсылыққа апармайды.